Жоба көшбасшыларының бірі Skip фитнес орталығы атанды. ТНЖ залының менеджері Анастасия Луконинаның айтуынша, орталық бірінші кезекте ашық жобасының қатысушысы болуға қуанышты. Себебі қосымша бірінші кезекте тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Поначалу мы работали в тестовом режиме. Ашық қосымшасы менен біздің орталық 16 сәуірден бастап қолданады. Қосымша бізге шектеусіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Мысалы, карантин кезінде біз бұрынғы режиммен жұмыс атқардық. Бұл өте тиімді. Әрине, алғашында қосымшамен пайдалану барысында қиындықтар орын алғаны рас. Келушілер тарапынан түсініспеушіліктер де болды. Десе де біз қосымшамен жұмыс жасауды тоқтатпадық. Адамдарға бұл қосымшаның қажет екенін жеткіздік. Бүгінгі күні ешқандай қиындықтар жоқ. Көшбасшылардың қатарында Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті бассейні де бар. Skip фитнес орталығы сияқты жүзу бассейнінде 14 күнде ашық қосымшасын 1000-нан астам келуші пайдаланған. За активное и добросовестное участие в проекте «Ашик» вам присваивается статус лидера на двухнедельный срок. Поздравляю. Спасибо большое. Мәртебеге ие болған көшбасшы кәсіпорындар жұмыс режимін 2 сағатқа ұзартып, нысанның толтырылуын 10%-ға арттыра алады. Қосымшаның мүмкіндігін пайдаланып, кәсіпкерлер өз мекемесінің жұмыс жағдайын едәуір жақсартуға мүмкіндік алады, дейді Солтүстік Қазақстан облысы кәсіпкерлер палатасы директорының орынбасары Жеңіс Қазиев. Если по количеству... Әрине, карантиндік жағдайда ең алдымен ұзақ уақыт жұмыс істемеген немесе шектеулермен жұмыс істеген шаруашылық жүргізуші субъектілер бұл қосымшаны қандай да бір артықшылықтарға ие болу үшін пайдалану керек екенін түсіну маңызды. Бұл жұмыс уақытының ұзартылуы немесе келушілер санын көбейтуі мүмкіндік болып табылады. Мұндай мүмкіндікке қоғамдық тамақтану саласында жұмыс істейтін бизнес субъектілері ерекше қызығушылық танытып отыр. Сондықтан ашық жобасына қатысушылар арасында қоғамдық тамақтану бізде көшбасшы. Мұндай мүмкіндікке қоғамдық тамақтану саласында жұмыс істейтін бизнес субъектілері ерекше қызығушылық танытып отыр. Сондықтан ашық жобасына қатысушылар арасында қоғамдық тамақтану бізде көшбасшы орынға ие. Бүгінгі күні ашық қосымшасын өңірде барлығы 154 кәсіпорын қолдануда. Олардың 135-і жобаның толыққанды қатысушылары болса, қалған 19-і тестілік режимде жұмыс істейді. Айта кетсек, аталған мәртебе 2 апта ішінде 1000-нан астам келушілер жинаған жоба қатысушыларына алдағы уақытта да берілетін болады. Дана Калеева, Жұлдызбек Ермұқанов, Первый Северный.